Мен тағы да облыстық сотта тұрмын. Мынау ана жолы түсіріп алғам. Болған тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Менің талабыммен ауыстырыпты. Менің Роза Бейсенбайтегі. Бірақ та масқарасы енді сондай құлдық санадан арылмаған ба жоғары сот. Мына біздің облыстың ең үлкен соты Қарамановтың қол астындағы. Әлде Ресей Федерациясынан қорқып отыр ма? Мен білмеймін қандай мағына. Мен соншама уақыт мұнда тек қана Ресей Федерациясының тілінде тұрды. Осы кіру айында тұр екі тілде. Неге екі тілде, неге бір тілде емес? Осындай масқара. Мұхаммед Жан деген мына осыған жауап беретін адам маған уәде берген. Мыналар тұрады, қаншама тұрды, тек қана орыс тілінде, заң бұзушылықпен. Енді соншама уақыт заң бұзушылықпен тұрады, тек қана қазақ тілінде деп. Қараса мына орыс тілін қайтадан қыстырып қойыпты. Мінекей осындай облыстық соттың бастығы бізде төрағасы Қараманов, Сқақов бізде өңір басшысы. Мінекей осындай масқара болып жатырмыз облыстық сотта.